Сіз бірдеңе жедіңіз де 15 минуттан кейін стратегиялық нысанға қарай жүгірдіңіз бе? Ішіңіз бұрап, мазаңыз қашып, өзіңізді әлсіз сезініп отырсыз ба? Көбісі ештеңе етпейді, қазір өтеді, немесе бір таблетка іше саламын дейді. Бірақ тоқтаңыз. Іш өтуді бірден тоқтату сіздің жасаған ең үлкен қателігіңіз. Неге екенін білесіз бе? Себебі сіздің ағзаңыз қазір іштегі өлімге әкелетін вирустар мен бактерияларды сыртқа шығаруға тырысып жатыр. Ал сіз оның жолын жауып тастасаңыз, ол қанға тарап, бауырыңыз бен бүйрегіңізді істен шығарады. Бүгін мен іш өтудің жасырын себептерін және үй жағдайында өзіңізді қалай құтқару керек екенін айтатын боламын. Іш өту бұл ауру емес, бұл қорғаныс. Ағзаңыз ішекке көп мөлшерде су жібереді. Мақсаты барлық қоқысты жуып шаю. Егер сіз іш тоқтататын дәрі бірден ішсеңіз, сіз сол қоқысты ішіңізде қалдырасыз. Нәтижесінде температураңыз көтеріліп, жағдайыңыз қиындайды. Сондықтан алғашқы 2-3 сағатта ағзаға кедергі жасамаңыз. Ол өз жұмысын істесін. Ешқандай бұзылған тамақ жемедіңіз, бірақ ішіңіз өтіп жатыр ма? Бұл психосоматика. Біздің ішегімізді екінші ми деп атайды. Егер сіз қатты қорықсаңыз немесе маңызды кездесу алдында уайымдасаңыз, ми ішекке жүкті жеңілдет, қазір қашу керек деген команда береді де, бұл ата-бабамыздан қалған инстинкт. Сондықтан кейде сізге дәрі емес, тыныштандыратын шай керек. Іш өтудің өзі емес, оның салдары сусыздану өлтіреді. Сіз су ішесіз, бірақ ол сіңбейді. Егер көзіңіз шүңірейіп, ерніңіз кеуіп, кіші дәретке бармай қалсаңыз, бұл өте қауіпті. Тек су ішу көмектеспейді. Сізге тұз керек. Сондықтан дәріханадан регидрон алыңыз, немесе үйде 1 литр суға 1 қасық қант пен 1 қасық тұз қосып ішіңіз. Бұл сіздің өміріңізді сақтап қалады. Ойынды ойнаңыз. Егер мына белгілер болса, дереу 103-ке хабарласыңыз. Үзілмейтін құсу, үлкен дәреттен қан болу, қара түсті дәрет, іштің қатты ауруы және температура 39-дан асуы. Үй жағдайында не істеу керек? Бірінші, сорбенттер ішіңіз, ақкөмір, энтеросгел сияқты заттар, олар бактерияларды өзіне сорып алады. Екінші, диета, тек күріш ботқасы, суға піскен, сосын кептірілген нан және банан. Үшінші, сүт өнімдері мен жеміс-жидекті мүлдем тоқтатыңыз. Сонымен достар, іш өту бұл ағзаның тазаруы, бірақ оны бақылауда ұстаңыз. Сізде осындай жағдай соңғы рет қашан болды? Қандай әдіс тезірек көмектесті? Төменге жазыңыз, бір-бірімізге көмектесейік. Видеоға лайк басып, жақындарыңызға жіберіп қойыңыз. Бұл ақпарат кез келген уақытта керек болады. Сау болыңыздар.